Barchaga salom dostlar. Sizlerмен sport жаңалыктары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Белгілі актер кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегін өткізеді. Қазақстандық актер Еркебұлан Тоқтар кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегін өткізеді деп хабарлайды. Осыған дейін аралас жекпе-жекті бағын сынап жүрген Тоқтар енді 11 желтоқсанда Алматыда алғашқы рет ринг төріне шығады. Еркебұлан Тоқтар кәсіпқой былғары қолғап шебері Жанқош Тураровтың бокс кешенінде сынға түседі. Әзірге актердің қарсыласы белгісіз. Еске салайық, 11 желтоқсан Жанқош Тураров венесуэлалық Луис Энрике Ромероны айқасқан. 11 желтоқсан үздік танымалы актер әрі ММА шебері Еркебұлан Тоқтар бауырым Қазақстан атанын алғашқы рет кәсіпқой боксы дебют өткізеді. Тарихта болған дазым профессионалдық шоу Алматыға келмек. Ербосынұлы комадан шыққаннан кейін алғашқы суретін жариялады. Екінші орта салмақтағы қазақстандық боксшы Айдос Ербосынұлы комадан шыққаннан кейін әлеуметтік желіде алғашқы суретін көрсетті деп хабарлайды. Айдос суретін Instagram желісіндегі сторисінде жариялапты. Еске салайық, 6 қарашада қазақстандық боксшы кубалық Давид Марелден нокаутпен жеңілген болатын. Супер орта дивизиондағы жекпе-жекте WBA титулы сарапқа салынған еді. 12 раундтағы нокауттан кейін Айдос шұғылы түрде Миннеаполис қаласындағы ауруханалардың біріне жеткізілді. Оның миына қан кету диагнозымен жасанды түрде комаға түсіріп операция жасаған еді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.